Ассаламу алейкум. Кезекті қорап ашу. Бұл қорапты бірдеңе айтпастан бұрын жалпы біздің арнамыздың мақсаты кез келген затты алып көрсету, түсіндіру. Бұл жай ғана енді қораптан босату болып отыр ғой қазіргі барлық видеолар. Алда болашақта әрбір ашылған затқа кішкене тоқталып, отзывтарын не қылып, одан кейін барып, одан бөлек сапасына тоқталамыз. Жалпы қандай екенін бәрін жан-жақты тоқталамыз, оның қуаты қандай, шынында да жазылған нелер тура ма дегендей қылып. Сосын барып олардың жаңағы видео бейнелерін салатын боламыз. Алдарыңызда қазір бүгінге келген 5 дана мынау шырақтар. Бұл көбінде үйде де қолданса болады, және мен өзімнің түсінгенім, бұны көбіне автокөлік, яғни автокөлікте бұзылып қалған жағдайда төбесінде қыстырма ілмегі бар. Сонымен іліп қойып, 3 түрлі жағдайда жанады. Біріншісі қатты жанады, екіншісі жай жыбылықтап, үшіншісі сәл әлсіздеу жанатын положениялар бар екен. Жалпы кішкентай ғана дүние, былай қарап тұрсаңыз, бірақ жалпы адам өмірін жеңілдететін дүниелердің қатарынан екен. Төбесі кәдімгі батарея алып әлек болмайсыз, өзі питающий, яғни зарядталады. Заряд кәдімгі сотканың зарядталатын USB шнурмен зарядтала береді. Сол үшін өте бір қолайлы дүние екен. Бағасы да тиімді, 1000 теңгеге жетпей келетін дүние. Сол үшін көпшілігі қазір айтасыздар, сотка бар ғой деп, бірақ соткамен былай іліп қойып, болмаса былайынан өмір үнемі сотка ол телефон фонарик есебінде қолдана алмайсыз ғой. Бұл қолайлы зат. Машинаның бардачогына сап қойсаңыз да болады, үйде жата береді, бір жерде керек кезде қолданасыз.